Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Неліктен су 100 градуста, ал метан минус 161 градуста қайнайды. Неліктен қан қызыл, ал шөп жасыл. Неліктен гауһар тас қатты, ал балауыз жұмсақ. Неге мұздықтар жүзеді, ал темір балғамен ұрған сайын қатаяды. Барлық осы сұрақтарға жауаптарды құрылымдық талдау береді. Нобель сыйлығының лауреаты Макс Берутс рентген кристаллографиясының нәтижелерін осылай қорытындылады. Бұл туралы ешқашан естімеген емессіз бе? Алаңдамаңыз, естімегендер көп. Соған қарамастан, бұл 20 ғасырдың ең ұлы жаңалықтарының бірі болар сірә. Кристаллографияға байланысты жобаларға 28 Нобель сыйлығы бұйырыпты. Және ең алғашқысы болашақ табысқа бастайтын жол салды. Макс фон Лауеннің алғашқы жұмысынан кейін әкелі балалы Уильям мен Лоуренс Брагг командасымен алғашқы құрылымдарды анықтағанына 100 жыл өтіпті. 1913 жылы олар қарапайым тұз кристаллына рентген сәулесін бағыттап, осы сәуленің бөлінуінен туындаған дифракция көрінісін суретке түсірді. Лоуренс көп ұзамай бұл суретте кристалдың атом құрылымын ашатын кілт бар екенін түсінді. Өзі құрастырған теңдеу, атап айтқанда Вульф-Брагг шарты, алынған дифракциялық көріністің кристалдағы атомдардың нақты орналасуына байланысты екендігін түсіндіруге мүмкіндік берді. 2 жылдан кейін Брагг Нобель сыйлығына ие болды. Шындығында әсерлі. Сонымен қатар, Брагг молекулалардың кең ауқымының құрылымын зерттеумен айналысатын кристаллографтар тобының жетекшісі болды. Кэтлин Лонсдейл, Джон Бернал, Дороти Ходжикеннен бастап, Дэвид Филлипс, Джон Кендрю және Макс Берутске дейін. Соңғысы есіңізде шығар. Сонымен қатар, Розалинд Франклин басқа да ғалымдар тобымен ДНК құрылымын көрсетуге көмектесті. Бұл бәлкім рентген кристаллографиясының ең әйгілі жетістігі болар сірә. Жұмыс бүгінгі күнге дейін жалғасуда. Кристаллография атомдық құрылымдарды дамытудың ең маңызды тәсілі болып қала береді. Және қандай да бір заттардың іс-әрекеттері туралы сұрақтарға жауап табу барысында өте пайдалы. Вирустардың шабуылын көрсететін реактивті турбина пышақтарының металл құрылымынан бастап иммундық жүйеге дейін. Макс дұрыс айтқан екен. Қазіргі заманғы кристаллографтарда Брагг командасы сияқты еңбек етуде. Тек олардың жұмысы анағұрлым ауқымды. Өйткені күрделі математикалық әдістер мен алып машиналарды қолданады. Кристаллографияның ауқымы тіпті біздің ғаламшарымыздан да асып түседі. Қазіргі уақытта Марсты зерттеуші Curiosity аталмыш ғаламшардағы топырақтың рентгендік дифракциялық талдауын жүргізуде. Дегенмен де жер бетінде әлі аяқталмаған шаруалар жеткілікті. Зерттеуге арналған мыңдаған күрделі молекулалар және жауапты талап ететін көптеген сұрақтар бар. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.